Баршаңызға сәлем достар. Ит ежелден адамның досы саналады. Сондай-ақ атам қазақ, ит жет қазынаның бірі деген. Ал осы жануарды түсіңізде көру ненің белгісі? Бүгінгі видеомыз түсіңізде ит көргенде қалай жору керек екенін назарларыңызға ұсынамыз. Ибн Сириннің жоруынша, түсіңізде ит көрсеңіз, адамның күнәһар екендігінің белгісі. Егер ол ит үріп жатса, онда өте жеккөрініштіліктің белгісі. Түсіңізде аңшы итті көру жақсылықтың белгісі. Егер түсіңізде бір иттің үріп тұрғанын көрсеңіз, онда ол сіздің жауыңыз және ол сізге бір жаманшылық ойлап жүргенінің белгісі. Түсіңізде егер сіз итке айналып кетсеңіз, онда Алла тағала сізге бір білім бергендігінің белгісі. Бірақ ол білім сізді тәкаппарландырып жіберген және ол білім сізге пайда бермейтіндігінің белгісі. Түсіңізде бір иттің үріп тұрғанын көрсеңіз, онда сізге біреу сатқындық немесе қиянат жасайтындығының белгісі. Түсіңізде бір топ иттің ауырып жатқанын көрсеңіз, онда сіз ауыратындығыңыздың белгісі. Түсіңізде иттің аңшылықтан қайтып келе жатқанын көрсеңіз, басыңыздағы қайғының, қорқыныштың кететіндігінің белгісі. Түсіңізде иттерді өлтіріп жүргеніңізді көрсеңіз, дұшпаныңызды жеңетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде бір итті аңшылыққа жіберіп жатқаныңызды көрсеңіз, қалап жүрген арманыңызға қол жеткізетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде бір иттің ауырып сіздің қасыңызға келгенін көрсеңіз, досыңызға бір қиыншылықтың келетіндігінің белгісі. Түсіңізде бір итпен қыдырып жүргеніңізді көрсеңіз, онда сіздің досыңыз жақсы екендігінің белгісі. Егер бір иттің сізбен түсіңізде қалжыңдасып жатқандығын көрсеңіз, мұсылман емес адаммен сөйлесетіндігіңіздің белгісі. Түсіңізде бір кішкентай күшікті көрсеңіз, егер ол ақ болса, сізді бәрі жақсы көреді, ал егер қара болса, онда жек көреді дегенді білдіреді. Егер ұрғашы итті көрсеңіз, онда әйелдің кемшілігі бар екендігін білдіреді. Түсіңізде бір иттің сіздің киіміңізді жыртып жатқанын көрсеңіз, сіз жайлы жаман нәрсе айтып жүрген жауларыңыз бар екендігінің белгісі. Түсіңізде қарауылдап жүретін итті көрсеңіз, кедейшіліктің белгісі, ал аңшы ит молшылықтың белгісі. Түсіңізде үйдің итін көрсеңіз, қазіргі көршіңіздің жаман және болашақта жақсы көрші болатындығының белгісі. Түсіңізде иттің етін жеп жатқан болсаңыз, жауыңызға жамандық жасайтындығыңыздың белгісі. Түсіңізде ит алып жатқандығыңызды көрсеңіз, онда бір нашар адаммен дос болатындығыңыздың белгісі. Түсіңізде бір ит тістеп алғанын көрсеңіз, онда бір жаманшылық келетіндігінің белгісі. Түсіңізде иттің ойнап жатқанын көрсеңіз, онда жақсылық пен жеңілдік келетіндігінің белгісі. Түсіңізде үйретілген ақ итті көрсеңіз, өзіңіз аңсап жүрген армандарыңызға қол жеткізетіндігіңіздің белгісі. Егер түсіңізде бір қара иттің сізге шабуыл жасағанын көрсеңіз, онда сіз не істемесеңіз де сол қалап жүрген нәрселеріңіздің болмайтындығының белгісі. Түсіңізде бір ит қуып келе жатқанын көрсеңіз, онда бір жаман әдетке әуес болуыңыз мүмкін. Түсіңізде ит мысықты өлтіргенін көрсеңіз, жақсы хабар алатындығыңыздың немесе сәтті келісім шарт жасайтындығыңыздың белгісі. Достар, осымен түс жоруға арналған шығарылымымыз аяқталды. Егер менің видеом ұнаған болса, менің каналыма жазылып, астына лайк басып, комментария қалдырыңыздар.